Сәлем баршаңызға достар, сіздермен бүгін өте дәмді, үгілмелі, ауызда еритін печенье дайындайтын боламыз. Достар, менің отбасыма қатты ұнады, сіздерге де жасауға кеңес беремін. Достар, менің каналыма тіркеліп, парақшамның дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Ендеше бірге дайындайық. Ең алдымен бізге шамамен 2 ас қасықтай ерітілген сармай, 82% сармай қажет. Оның үстіне 150 граммдай қант салдым. Және де 2 дана жұмыртқамызды үстіне жарып, оның үстіне шамамен 2 ас қасық майонез салдым. Оның үстіне ванильный сахар салдым. Ванилин салсаңыздар дәмі өте ерекше болып шығады, дәмді болып шығады. Сонымен қатар ас содасын қолдандым. Сіздер разрыхитель қолдансаңыздар да болады. Мінекей барлығында бір келкі масса етіп араластырып аламыз. Ендігі кезекте араласқан массамыздың үстіне міндетті түрде електен өткізілген ұнымызды саламыз. Міндетті түрде електен өткізіңіздер. Дәл осылай вилкамыздың, яғни шанышқымыздың көмегімен араластырып, кейіннен қолымыздың көмегімен өте жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Қамырымызды жақсылап илеп алғаннан кейін холодильнигімізге 15-20 минутқа қалдырамыз. Мінекей достар, 15-20 минут өткеннен кейін қамырымызды алып форма жасаймыз. Мен құрт секілді жасап, осылай домалақтап, үстін кішкене қолымыздың көмегімен басып, осындай форма жасап шығардым. Сіздер өз қалауларыңызша жасасаңыздар болады. Өте керемет болып шығады печеньеміз. Достар, мұнда менің инстаграм парақшам бар. Инстаграм парақшама тіркеліп кетуді де ұмытпаңыздар. Мінекей барлық печеньелерімізді, яғни күлшелерімізді домалақтап противніміздің үстіне қойып шықтым. Табамыздың үстіне, яғни барлығында қасығымыздың көмегімен осылай әсемдеп шықтым. Сіздер өз қалауларыңызша жасасаңыздар болады. Дәл осы печеньеларымызды қыздар 220 градуста 15 минутта пісіріп алдым. Мінекей достар, біздің печеньеміз дайын, өте дәмді болып шықты. Әсіресе менің балапандарыма қатты ұнады. Сіздер де жасап көріңіздер, балапандарыңызды қуантыңыздар. Мінекей достар, печеньеміз дайын. Менің парақшамды, яғни видеомды соңына дейін көрген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, парақшамның дамуына өз үлестеріңізді қосып, менің оқырманым болыңыздар. Ал сіздерге де жасауға кеңес беремін. Назарларыңызға рахмет.